Жанқұтты 17 жасында әкесінің айтуымен Сары елдің беделді биі Шабанбайға бата алуға барады. Жанқұттының жасын сұрап білгеннен кейін, шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты деп сұрайды. Сонда Жанқұтты, адал болсаң судай бол, су арамды көтереді, мықты болсаң жердей бол, жер жаһанды көтереді деген екен. Жауабына риза болған Шабанбай би бала Жанқұттыны бірнеше күн қонақ етіп, кетерінде Аллаңа жағам десең азанды бол, ағайынға жағам десең қазанды бол, халқыңа жағам десең әділ бол, судай таза бол, жердей берік бол, өмірің ұзақ болсын, сөзің халқыңа қуат болсын деп батасын беріп аттандырған екен.